Атайын осы жасқа келгенге дейін түйгеніңізді мынау қазақ халқының рухани байлығы неде? Енді қазақтың рухани байлығы неде деген кезде қазақтың мына бір мақалы еске түспей тұрмайды. Малым дейді, жанымның садақасы дейді, жаным арымның садақасы дейді. Яғни айналып келген кезде қазақтың өзінің рухани байлық деп тұтып жүрген нәрсесі ар деген нәрсе болып шығады екен де. Шәкәрім Құдайберді деген ақын өткен ғой, Абайдың бауыры. Сол кісінің жазғаны бар. Ұшандық деген кітабы бар. Осы Ұшандық деген кітабында жаңа ұждан деген мәселені келтіреді. Ұждан деген мына дүниеге де керек, ақыретке де керек дүние деп сөйтіп таныстырады. Ар біліміне жатқызады. Сонда ардан келіп ұждан туады екен. Ал ұждан деген не? Ұждан дегенді өзі үш нәрседен құралады екен. Соның біріншісі ынсап дейді, екіншісі әділет дейді, үшіншісі мейірім дейді. Ал енді ынсап деген не? Өткен жолы айттық қой. Айналып келген кезде қанағат деген ұғымды білдіреді. Шүкіршілік деген ұғымды білдіреді. Және соған қосақтасып сабыр жүреді. Ынсап деген соң белгілі бір нәрсенің өлшемі. Мысалы, біреуге бір сыйлық жасайтын болсаңыз, соның өлшемін білмесеңіз, ана кісіні не өкпелетіп алуыңыз мүмкін, не көңілін тасытып, асқақтатып, астамшылығын оятып жіберуіңіз мүмкін. Сондықтан оның өзінің жаңағы өлшемі болу керек екен де. Ынсап деп осыны айтады екен. Рухани байлыққа келдік қой. Рухани байлық деген адамның ішкі әлемінде ғой. Ішкі әлеміндегі ізгілік және жан дүниесіндегі қазына. Ал енді ата әділеттік дегеніміз қалай болады? Әділеттілік дегенде тағы да Абайға жүгінеміз ғой. Әділеттілікпен негізі мейірім екеуі қосақталып жүретін секілді. Абайдың мынандай өлеңі бар ғой. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жаннан татты. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және қақ жолы осы деп әділетті дейді ғой. Әділетті деп өзі көрсетіп тұр ғой. Әділетті деген не? Алланың бізге көрсетіп берген жолы, Алла бізге қандай жол көрсетті? Бізге адамшылық жолын көрсетті, имандылық жолын көрсетті, адамгершілік жолын көрсетті, мейірім жолын көрсетті. Ал енді мейірім деген не? Мейірім деген адамзаттың бәрін бауырымды сүй көру екен да. Егер сенің жүрегіңде мейірім болмаса, сен ешкім сүйе алмайсың. Ал енді сен адамзатты сүйіп тұрған жүрекпен өзінің жақын жуығың, бауырың, ата-анаң, туғандарың, жолдас жораң, сен бәрін сүйе аласың да. Бұның бәрі қайдан шығады? Бұның бәрі адал жүректен, ақ ниеттен, пәк көңілден шығады да. Рухани байлық дегеніміз осы жерде, осы біздің көкірегімізде шоғырланған нәрсе екенде. Яғни жақсылыққа жақындау деген мәселені білдіреді екенде. Шәкәрім айтты ғой, екі дүниеге де жарайтын қасиет деді. Екі дүниеге қандай қасиет жарайды? Ұждан дегеніміз ол иман екен ғой.